Саламатсыздар ма көрермен? Бүгін темір тапшылығы анемиясы және оны емдеудің қарапайым тәсілдерін айтатын боламын. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Халық медицинасында темір тапшылығы анемиясын емдеудің бірнеше жолы бар. Темір тапшылығы кезінде 1 стакан қайнаған суға 10 грамм ит мұрынымен осынша құлпынай салып, 2-3 минутқа ақырын қайнатыңыз. Салқындатып, тәулігіне жарты стаканнан қабылдаңыз. 20 грамм құлпынай жапырақтарының үстіне қайнаған су құямыз. Демделген шайды күніне бірнеше рет өз қалауыңызша ішуге болады. Шетен рябинада темірге бай. Шамамен 25 грамын 1 стакан қайнап тұрған суға салып, жылы орап қойыңыз. Ыстығы басылғанда ішеді. Тәулігіне 1 стакан мөлшерде ғана ішесіз. Қандағы темір жетіспеушілігі кезінде дұрыс тамақтану маңызды. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.